YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін өте жұмсақ болып шығатын әдемі булочкалардың рецептісімен бөлсем, және осылай бантик қылып тиеудің де әдісін көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға жып-жылы сүтімізді құйып аламыз. Оның үстіне бір қасық дрожж, бір қасық қантты салып, жақсылап араластырамыз. Қантымыз еріп, дрожжымыз барлығы бірдей болу керек. Жақсылап араласқаннан соң, үстіне шым-шым тұзымызды салып, 2 жұмыртқаны жарып, осының ішіне саламыз, және жұмыртқамыздың барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Араласқаннан соң, оның үстіне сары майды ерітіп құятын боламыз. Сары майды да салып, оны да араластырамыз. Содан кейін қалған қантымызды салып, барлығын біріктіріп, жақсылап араластырып шығамыз. Сонымен біздің сұйық массамыз дайын болады. Қосатын ұнымызды алып, електен өткізіп аламыз. Одан кейін қасықпен бірінші сала отырып араластырамыз. Одан кейін барып, ұнның барлығын салып, қолмен жұмсақ қамыр илеп шығатын боламыз. Қамырымыз жұмсақ болып барлығы иленгеннен кейін бетін жауып, 1-1,5 сағаттың көлемінде өзі көтеріліп ашиды. Сол уақытқа дейін жылы жерде ұстаймыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін оны керек бөліктерге бөліп жұмыс жасайтын боламыз. Мінекей қамырымыз дәл осындай көтерілу керек. Ыдыстан алып, мен 2 бөлікке бөлдім. Бірінші бөлігінен жаңағы өздеріңізге көрсеткендей бантиктің формасымен жасаймын булочкиді. Екіншісін өріп, бір нақып жасайтын боламын. Бірінші бөлігін осылай ыңғайлы етіп алып, бөліктерге бөлеміз. Ешқандай да өлшемеймін, көз мөлшермен алып, мінекей осылай кесіп шығамын. Оқтаудың қажеті жоқ, құрамында май болғаннан кейін қолға жабыспайды. Тек астына сәл ұн сеуіп жіберіп барып жұмыс жасайсыздар. Мінекей осылай дөңгелек етіп, пышақпен дәл мен көрсеткендегідей етіп кесіп, бәрін біріктірсеңіздер, бантиктің әдемі формасы шығатын болады. Осылай бөліктеріне бөліп аламыз. Одан кейін үстіңгі бөлігін алып, астыңғы 2 жағын қосып жібереміз де, жай ғана қоя саламыз. Бұл піскен кезде өздері бірігіп кетеді. Піскен кезде де формасын ұстап тұрады, ашығаннан кейін бұл сәл көтеріледі. Ортасын осылай қайырып, противеньге саламыз, үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, шамалы қант сеуіп жібересіздер. Сол кезде беті жылтырап, тәтті болып шығады. Екінші қалған қамырды да мен осылай өріп шықтым. Оның да үстіне осылай сары уызды жағып, қант сеуіп, барлығын қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. 20-25 минут уақыт аралығында булочкаларыңыз дайын болады. Өте жақсы рецепт, жасап көріңіздер. Ерекше дастарханға қойсаңыздар да әдемі болып тұрады. Мінекей өріп жасаған, менің екінші қамырдан жасағаным, бұл піскен кезде бұдан да дәу болып, әдемі болып шығады. Қазір сіздерге піскен кездегі түрін көрсетемін. Қып-қызыл, жып-жұмсақ және дәмі тәтті булочкалар болып шығады. Мінекей басып көрсетіп тұрмын. Өте жұмсақ. Менің көрсеткен рецептім ұнаса, менің каналымды қолдап, лайк басыңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген осындай жақсы рецепттерді бөлісетін боламын. Көргендеріңізге рахмет, сау болыңыздар.